Tursunga достойно тұрды екенсің. Қазір енді осы жерде өзіміздің жігіттерге күзет тұрып қойған. Ойланайық ағайын. Қорғайық жерімізді. Шығыңыздар. Дұрыс. Ұйықтамаңыздар, ояныңыздар. Сөйлеңіздер. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мына айналада болып жатқан дүниені көріп жатсыздар. Баяғыда ата бабамыз қазақ дүниеге ұл келген кезде ұл келді, отанды, елді, жерді, дінді қорғайды деп қуанатын. Қазір дүниеге ұл келетін болса ақша тап мына. Жағымпаз бол, 200-ді бол деп тәрбиелейтін заман келді. Қарауыл болды. Егер де мына жерге бұл жерге біз дамымай та қойдық. Банан жемей қойдық, апельсин жемей та қойдық. Қытайдың дүниесіменен. Бірақ мынау егер де бұл жерге завод салынып, аяқ киім шығаратын завод, ине, түрсін шығатын завод салса, мен онда қарсы емес едім. Мына уран сақтанбасақ, Алла тағала айтқан, сақтансаң Құдай сені сақтаймын деген. Сақтанбасаң мына жел Алматыға дейін. Бұлай қарай Алматыдан соққанда Нарынқол келген, бәрі қырылады. Еркектер белсізденеді. Қатындардың тістері түседі. Бала туу келмейді. Кемтар бала туылатын болады. Бедеу болады, тумайды. Бедеу болады. Ортаға бір кішкентай сүйек тастап қойды. Сол сүйекке таласып, міне қазақтың жігіттері, өкімет басында отырған қазақтың азаматтарының бәрі солардың сөзін сөйлеп отыр. Шындықты айтсаң осы, біздің қазір мемлекетте идеология жоқ. Жоқ, қазір патриотист сезім жоқ. Ол туралы әңгіме айтатын болсаң, әкімнен бастап түгел бәрі қашады. Отан туралы, патриотизм сезім туралы айтатын болсақ. Мынау не? Мынау 6 жылдан кейін, мына іске қосылғаннан кейін 5-6 жылдан кейін мына бүткіл Алматы облысының бәрі аурушаң болады. Ертең міне жерге не салып, пост қойып, Нарынқол Қытай чонжыға өте алмай қаласың. Оны ойлап атқан ешкім жоқ. Біз еріккенімізден бір атақты, бір батыр болайық, бай болайық деп келген жоқпыз бұл жерге. Мына іштегі дүние сыймай жатыр. Ағайындар, ояныңдар бәрің. Не болды сендерге дүние деп? Дұрыс. Атам қазағың деген дүние жинамай қазақ үйде өсіп, ел мен жерді, дінді сақтап еді. Дұрыс. Ал қазіргі не болып кеттік мына? Ас ішіп қи тастау хайуанның ісі деп Абай атам айтып кеткен. Хайуан деген сөз адамнан төмен, малдан жоғарында хайуан деп кеткен. Қазір дүниеге ұлдарымыз келеді, арт шаптап алады. Дүниеге бір батыр келді деп. Бірден айтсаң, ата бабам батыр болған дейді. Ата бабасының батырлығынан садаға кеткірлер.